Сәлем достар, қалайсыңдар? Мен ауылға кетіп қалдым. Астананың маңайында ауыл бар, Талапкер деген. Бұл жерде менің бұрынғы қайын жұртым тұрады. Бұл жерде қалай десем екен, қазір балам 3 айлық каникулға келген. Сол әжесінің үйінде екен. Сол қазір кіріп, обстановка қалай болғанын көрейік. Баламды көрмегелі біраз болды, алып кетейін дедім қасыма. Сәлем. Добрый день. Не балам бойда? Неге жауап бермеді телефонға? Қалыңыз қалай әже? Амансыз ба? Амансыз жүріп жатсыз ба? Амансыз жүріп жатсыз ба? Қалыңыз қалай? Отырған. Достарыма мен әжем ғой, танысып қойыңыздар әжеммен. Қол көтеріңіз әже, сәлем деп қойыңыз. Квартир тұрып жатсың ба? Осында қарындасым мен квартира сыймайды деп тұрып жатырмын. Туған қарындасым көшіп келген Астанаға. Соның қасында тұрып жатырмын қазір, уақытша. Жұмысқа тұрдым, орын таптым, жұмыс істеп жатырмын. Не жұмысқа тұрдың? Сол жаңағы шаш қию ғой. Үйдері. Сізді көргеніме қуаныштымын әже. Сағын қаптым сізді. Мына камера сізді түсіріп жатыр. Камера сізді түсіріп жатыр деймін. Бәленбай адам көреді сізді. Менің ұлымның анасының әжесі. Танысып қойыңыздар. Ассалаумағалейкум тағда. Мына жігіт танисыңдар ма? Сіздің есіміңіз кім? Санжар. Санжар. Бұл менің ұлым, есімі Санжар. Балам 3 ай каникулға келіп еді әжесіне, нағашыларына. Барып қасыма алып кеттім. Енді қасында жүре тұрасың шамалы, иә? Сол кейін қайтыс келгенде қайтады. Жүре береді туда-суда. Танысып қойыңыздар. Есімі Санжар. Үлкен жігіт болды уже. Әкесінің баласы. Я его называю Акесино. Алейкум жандарым, алтындарым, қалайсыздар? Бүгінгі күндеріңізге сәттілік, жақсылық, береке тіледім. Аман болыңыздар. Бізде енді жайлап ақырындап тойға дайындық. Өздеріңізде не жаңалық болып жатыр? Жаса кетіңіздер, ойларыңызды біле отырайық бізде. Енді бұл сторис сіздерге рахмет айтуға арналсын. Сіздерге көптен көп рахмет. Не үшін? Себебі Инстаграм, жалпы әлеуметтік желілерге келгеніме 3 жылдан аса уақыт болды. Соның өзінде біреу ғайбаттаса да, біреу жамандаса да, біреу қолдаса да, барлығын бірдей жақсы көріп келдім. Естеріңізде болса, осыдан 3 жыл бұрын менің Инстаграм аккаунтым болған. 220 мың оқырмандай болды. Ол банға кетіп, сонда кішкене бір сынақтар болған болатын. Оған қарамастан екінші аккаунт аштық, оның өзіне 100 мыңнан аса оқырман жиналды. Оның барлығы әрине сіздердің арқаларыңыз, сіздерге көптен көп рахмет. Алдағы уақытта Алла қаласа барлығы жақсы болып, сіздермен барлығын бөлісем деген ниеттемін. Осындай күшті бір видта отырмыз. Мен Астанаға келгелі былай мобилограф іздеп көрдім да, особо таппадым. Мына кісіні біразы танитын шығар деген ойдамын. Бұл кісі бізге қосаға келген еді, жарайды, оны айтпай қойық. Енді осы кісі мені видеомды түсіруіме көмектесті қасымда. Жалпы бұл кісі даже обучение өткізіп жатыр екен. Енді мен былай аккаунтқа кіріп қараған кезде видеолар жақсы екен, өзіме ұнады. Телефонмен түсірсе де качественно түсіреді. Енді сіз обучениеңізде не үйретесіз? Біріншіден качественный видео монтаж жасауды, және де тез клиент тауып алуды, қалаған прям блогерлермен жұмыс жасап кетуді, және пассивті түрде жақсы ақша тауып жүресіздер. Жақсы. Мобилографтар негізі қанша табады айына? Айына кем дегенде 500 мың мен миллионның арасында смело тауып алады. Мобилографтардың жақсы табады екен, онда жақсы екен. Көріңіздер, қазір аккаунтты қалдырып кетемін. Мәссаған, мына бәсерек Астанада қанша тұрған кезім былай. Бір рет келгем, бірақ балаларымды алып келген кезімде. Осы жақта жүрміз өкшін. Да, сол жай походу бағанағы тамақтанып отырып қайтты, енді соң кішкене пешком жүріп қайтайық деп. Бұл жақта ярмарка болып отыр ма, бірдеңе болып отырған қара. Көрейік та? Понедельник. Шығып бара жатырық подругаларымызбен анау зданияға барайық деп жатырық. Білесіздер ма, ол Абу-Даби здания. Қазір жақын сияқты көрініп тұр, мына мешіт, мысалы, болмаса мына зажигалка, короче, маяқтағы любой жақын болып тұрған здания. Шыққаннан кейін біраз жүргеннен кейін
кәдімгідей алыс болады ғой. И барам дегенше жаяу барам деп ойламаңыздар. Астанада жүрген кезде мысалы қыдырып келесіздер, қазір мен ана жаққа жаяу барам, жап жақын екен деп. Капец алыс болады ғой. Біраз жүріп қаласың. Мен бір рет басында Астанаға келген кезде Бәйтеректен қанша тұрған еді, қайсынан, короче, сол екеуі вообще сол жаққа бару керек, кстати. Сол жақта вообще бір-біріне жақын болып көрінеді. И бірақ жүрген кезде 40 минут жүріп қаласың ғой примерно. Сол, короче. Мен көп байқаймын, Инстаграмда маған дайректте именно қыздар көп жазады. Ну, семейный жаңағында күйеуі бар, бала шағасы бар. То, что мен изменамен осылай ұстап алдым, либо перепискамен деген сияқты. И мен бір таңғалатыным, біреудікі маған өтті да, короче, ол бүйтіп жіберген ғой. Айгүл, екеуміздің неміз сайт измена жасады, менікі тоже деген сияқты. Ол бәрінікі измена жасады, значит, бір-біріне ұқсайды деген сөз емес. Ол әртүрлі ситуация болуы мүмкін да, ол изменаның өзінің түр-түрі бар деген сияқты ғой. Сол үшін, ол қыз бүйтіп жазған еще. Мен типа измена істеді, мен бардым, ол қыз тауып алдым. И мен сол қыздың барып шашын жұлып қайттым, там ұрыстым, айқайладым, видеоға түсіріп алдым деген сияқты әңгіме айттым ғой. Бірінші, может, күйеуінен сұрау керек шығарсыз просто. Ол может сені жақсы көре тұра, сені сүйе тұра, саған неше түрлі нәрсені обещать ете тұра, барады да басқа қызға құлағына лапшан іліп, айналдырып, сонымен жасап келеді. Бірақ дегенмен де ол жерде қызды қатты кінәлауға болмайды, потому что ол білген жоқ қой, то, что оның семьясы бар ма, жоқ па, бала шағасы бар ма деген сияқты. Сен барлық спросты неге күйеуінен сұрамай, барып қыздың шашын жұлғанына мен таңғалып тұрмын да. Миллион қызбен келсе бәрін барып шашын жұлып келмейсің ғой. Таңдаған мен осы ер азаматым ғой деп таңдаған ер азамат саған солай істеп тұрса, айлада бір қыз саған не үшін жанашу керек деген сияқты ғой. Даже жүріп жүрген жігіті болса да, жігітінен, бірінші күйеуінен просто алмай жатып, қызға қарай барып жүгіріп, жынданып, солай өштерін алып жатқанға мен вообще таңғаламын да. Ойлаймын да, вообще қыздарға желательно өздеріңіз олай түсіріп керек емес. Мысалы, сен ол қызға барып, бәрін выяснять етіп, ұрысып, айқайласқаннан одан дым пайда жоқ. Просто сен өзіңді түсіріп, өзіңді соған соперница көріп, барып өзіңді түсіріп, зачем мұндай нәрсе? Күйеуінен бүкіл спрос алып алып, по идее, спрос алатындай мен былай ойлаймын да. Не спрос алу керек измена жасаған адамнан? Ол все уже жасады, жасағысы келді, жасады. Одан не үшін жасадың, болмаса қандай мақсатта жасадың деп сұраудың мәні де мағынасы жоқ сияқты негізінде. Сол үшін қыздар өздеріңіз айтып жатыр, шашын қысқартпаш, ұзындығы нормально қалды. Примерно мынандай ма қысқарттым. Именно қазір локоныдан көтеріліп тұр да ол ше. И қыздар шаш қысқартудан қорықпаңыздаршы, өтініш. Чем андай ұзын, ұшталған не ухоженный болып тұрғаннан гөрі бір 3 айда бір рет хотя бы шашын андай ухоженный сияқты көрініп тұрады сол кезде. И качествосы да құртылмайды. Ұшын бәрін сіздер неше түрлі там плойкамен неше түрлі бәле жасайсыздар, и ол кезде ұшын бәрі зардап шегеді шашын. И мен осылай қысқарттым, кішкене покраска жасадық, и осындай укладка Айданадан. Енді, как всегда, топ. Өзіме ұнады қатты. Енді біз шаш бәрін істеп, менің құрбыммен тамақ ішуге келдік. Айдана қасында. И осылай тамақ ішіп жатырмыз. Енді мен бешбармақ жемегеніме біраз болған болатын. И бұл кісі айтады, мама, сен бешбармақ заказ берсең, жақсы көретінен ғой, восточный кухня деп мені ресторанға алып келді. Бір жақсы бір семейный ресторан екен, әдемі екен ше. Сол, короче, мен айтамын да, бешбармақта көңілім алған, көп жерге онша емес десем, мына жердің бешбармақ сөйтсем жақсы екен. Біледі екенсіз, сіз қай жерде қайсы жақсы екенін. Ас болсын жаным. Жесең не болсын? Біз сол тамақ ішіп отырып қазір қайтамыз. Айдана өз үйіне қайтады. Ал мен енді кішкене походу жүрейін деп тұрмын мен. Маған қарашы. Маған қарашы, қаншама адамдар подписка жасап жатыр, сененші. Енді жасайды ғой адамдар. Енді сені көріп жатыр, не қылып жатыр. Бірақ енді бұл саған енді вообще реклама ештеңе емес. Мысалы, от души как енді баяғыдан бірге жұмыс істегенбіз, қандай мастер екенді білемін. Көбісі білмей жүр, кстати, мен барбер болып жұмыс істегенмін. Мужской мастер, бұл кісі женский мастер. Еще визажист, макияж жасайды, прическа жасайды, бәрін жасайды ғой, короче. Сол. Просто сен жұмысың ондай болмаса, мен самайтын едім деген сияқты ғой. Білемін ғой содан кейін. Сол вообще. Мына жақтан тамақ ішіп шыққам ғой. Сонымен мына апамды көріп қалдым. Рахмет апа. Қаншадан гүлдеріңіз? Қаным бере саған, алла бере саған. Жаным, апам деген айтады, сендер жақсы көремін деп, қатты көремін деп. Барлығына балет етіп отырам. Балет етіп отырам дейді. Қыздар, әй балалар, мына қосылайық та. Апа оны айтпай қойын енді. Жаным бере саған. Айтпай қойын. Қаншадан гүлдеріңіз? Знаменитый қызды. Әй бір жақсы көріп суретке түссеңдер. Жоқ, апа қойшы. Қаншадан гүлдеріңіз? Білмей жатыр ғой балалар. 2000-нан. Рет 2000-нан ба? Мен енді. Ештеңе керек емес апа.
Өлі жоқ. Жоқ апа, гүліңізді алдым ғой, рахмет. Гүлді алдың, мен саған бір не болсын, талисман сияқты. Жоқ апа, өзіңізде қала берсін. Енді біз саған барлық жақсылық. Жоқ, сізге қарап не ойлап кетмей отыр мына гүлді сатып алып отырмын ғой. Сразу Сен көп Алла беріп отыр ғой. Тәуіржанды білесіз ба? Дәуіржанды білемін, иә. Сол кісіден үйренгенмін ғой. Сол кісінің қасында жүріп осындай Е, сендерсі, онда оны ұмытып кеттім. Жоқ, мен сені көрмәсім. Жоқ, сен қыз балаға, конечно, Дәуіржандікі дұрыс ол. Дәуіржанға мыңнар, не, сәлем айт. Сәлем айтамын. Ой, Все, жақсы. Мен таксиге кетіп Жан. Давайте. Мен саған қызым. Рахмет. Бұл жағын ертең күшті келін әкесін айналып. Рахмет апа, жақсы сау болыңыз. Ой, мен бақыттымын. Апам бақыттымын деп қояды. Негізі доброе утро деп салатындай не болып тұр ғой, уақыт болып тұр ғой уже, бірақ ойбу, мына ужас несін қараңыздар, кірін бір әдемі ақ көрсете қойын дегенім жарайды енді. Бірақ мен енді ұйықтайын деп отырмын. Сол үшін спокойно ночи болып тұр. Ужас, менің кожам жаман болып тұр. Маған ренжіп тұр бетімнің кожасы, себебі мен мицеллярная вода, косметика сүртетін, умывашкамды бетімді жуатын и крем увлажняющий ұмытып кеткен ғой бәрін. И мына жақта бір сабынмен жуа салдым. Енді кожам жаман болып